Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін ашатын, түрлі түсті көкөністер мен еттен дайындалған өте дәмді салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Барлық керекті заттардың құрамын және көлемін төменде описаниеда жазатын боламын. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып аламыз. Мен ең алдымен қиярымды турап алдым. Осылай көлденеңнен турап, кейін соломка етіп, ірі соломкалар етіп тураймыз. Одан кейін болгар бұрышын тураймыз. Барлық көкөністерімізді соломка етіп турап шығамыз. Болгар бұрышының екі түрлі түсін қолдандым. Егер болгар бұрыштарыңыз кішкентай болса, барлығын толығымен қолдануға болады. Мен болгар бұрыштарым ірі болғандықтан, мен жартысын ғана пайдаландым. Одан кейін жасыл бұршақтарымызды қосамыз. Кейін піскен етімізді соломка етіп турап, салатқа қосатын боламыз. Одан кейін қызанақ қосамыз. Қызанағымызды турап болғаннан кейін ас көгімізді саламыз. Менде петрушканы осылай майдалап турап қостым. Салатқа ерекше дәм беріп тұрады, және чеснок қостым. Чесногымызды майдалап турап аламыз. Кейін соевый соус қосамыз. Мен 4 қасық қостым. Кейін қызып тұрған майымызды құйып шығамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Кейін салатымызды барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Дәмі өте ерекше болып шығады. Қонаққа ұсынсаңыз да ұтылмайсыз. Жай күні өзіңізде әзірлеп жей беруге болады. Өте оңай дайындалады, әрі құрамы да өте қарапайым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, осылай әдемі тарелкаларыңызға салып, дастарханға ұсына беруіңізге болады.